көжектер. Орманның кішкентай тұрғындары әдеттегідей алаңқайға жиналды. Бүгін Үрпек пен Үркек шаштараз болып ойнамақшы. Олар Маймо мен Қоңыртайдың шаш үлгісін өзгертпек. Сонымен, менің қашым қайда? Міне, менің бантиктерім дайын. Маймоға жарасатын сияқты. Мен бантик тақпайын. Маған сендердің бұл ойындарың мүлде ұнамайды. Қызық ойын ғой. Қазір сендерді өзгертеміз. Қоңыртай, сенің шашыңды жақсылап тұрып тарау керек. Ақырын, жылмай тарасаңшы. Үрпек, шашымды осылай тіп-тік қылып берші. Аха, саған солай жарасатын сияқты. Аха, міне осылай. Қоңыртай, шашың өсіп кетіпті. Қап-қалың, аздап жұқарту керек. Аха, мына жерінен бұлай. Міне, кішкене болды. Бұл не? Мен саған бұлай жаса деген жоқпын ғой. Маған жараспайды. Маймо, әдемі жарасып тұр ғой. Қаласаң, басқаша өзгертіп берейін. Жоқ, сенен ешқандай да шаштары шықпайды. Сен бәрін бүлдіресің. Үрпек, сенің қолыңнан түк келмейді. Маймо, тоқта! Үрпек, Маймоға ренжімеші. Ол бекер ашуланды. Оның шашы менікіне қарағанда жақсы болып шықты ғой. Тоқта, Маймо! Тоқтасаңшы! Балақайлар, сендерге не болды? Майможан шашың әдемі болып тұр ғой. Тура киноға түсетін актерлардың шашы сияқты. Шын айтасыз ба, Капай? Әрине. Ерекше дайындалып қайда бара жатыр едіңдер? Мұна шаш үлгісін кім жасады өзі? Үрпек қой. О, біздің Үрпек шебер екен ғой. Нағыз шаштараз. Ия, мен де соны айтып тұрмын. Шашың жап-жақсы, Маймо. Өзіңе керемет жарасып тұр. Үрпек, айнаны берші. Шашыма тағы бір рет қарайыншы. О, маған осындай шаш үлгісі жарасады екен, иә? Көп ойланбай, тез ашуланып шыға келетін Маймо енді өзгеретін болды. Ең бастысы достар, бірін-бірі түсінді және кешіре білді.